Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте жұп-жұмсақ болып шығатын үй жағдайында булочки дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің әдісіммен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауға кеңес етемін. Ең алдымен таза ыдысымызға 1 пиала сүтімізді құямыз. Оның үстіне жарты пиала суымызды құямыз. Жылы болу керек, екеуі де. 1-2 ас қасық қант, дәміне қарай тұз саламыз, және де жарты ас қасықтай дрожж қосамыз. Мөлшері осылай болсын сіздерде де. Барлығын толықтай араластырып, 1 жұмыртқамызды қосамыз. Және блинчиктің көмегімен толықтай жақсылап араластыра отыра, ертілген сұйық майымыз жарты кесе болуы керек. Тағда барлығын жақсылап тұрып, араластырып, 200-220 граммдай ұн қосасыздар. Бәрін бірден қоспай, қолдың көмегімен жақсылап, ұзақ, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп шығыңыздар. Шамамен 10-15 минутта толықтай иленіп шығады. Неге қолға жабыспайды, мүлде жұп-жұмсақ болу керек. Бетін жауып, жылы жерге кемінде 31 сағатқа қойып қойыңыздар. Қамырымыз толықтай осылай көтерілуі керек. Неге дәл осы видеодағыдай болу керек. Қатты ұн пайдаланбаңыздар. Шамамен 1 ғана септілеп шықсаңыздар жеткілікті. Дәл осы видеодағыда рулет сияқты бірінші тығыз қылып орап аламыз, одан кейін сәл ғана басып, тағда ұзынша етіп рулет сияқты созамыз. Пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп бастаймыз. Мен мысалы мына жерде шамамен көз мөлшерімен кесіп жатырмын. Егер бәрінің формасын бірдей болғанын қаласаңыз, таразыға қойып кессеңіз болады. Дәл осы видеодағыдай тағда қолдың көмегімен барлығын осылай столдың үстіне орап, домалақ пішінге келтіріп шығамыз. Барлығын толық істеп болғаннан кейін бетін пакетпен немесе майлықпен жауып, кемінде тағы 15 минутқа көтерілгенше қойып қойыңыздар. Көтерілген қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы болады. Оқтаумен жайған кезде барлығын бір шетке ысырып дайындап, бір қамырымызды алып, оқтаумен дәл осы видеодағыдай жаямыз. Толықтай қайық сияқты қылып жайып шығыңыздар. 4-3 да емес, домалақ та емес. Дәл осылай видеодағыдай жайыңыздар. Және бір-біріне орап, гүл сияқты қылып формасын шығарып аламыз. Мінекей. Осындай болып шығу керек. Тағы да бірінің үстіне бірін қоямыз. Дәл роза гүл сияқты бірінің үстіне бірін қойып орай саламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Табамызға орналастыратын кезде міндетті түрде асты төмен қарап тұру керек. Сонда көтеріліп кетпейді. Бетіне жұмыртқаның сары уызын толықтай жағып шығып, қызып тұрған пешке 180 градусқа 40-30 минутта толықтай пісіп шығады. Суығаннан кейін өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде менің әдісіммен жасап көрсеңіздер, сіздерде міндетті түрде булочкадан ешқандай проблема болмайды. Осы рецепті сақтап алыңыздар және сіздерге ұнаса достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Егер менің каналым ұнап жатса, каналға да тіркеліп қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назерке. Келесі рецепте кездескенше аман сау болыңыздар.